Аманат партиясының ауыл аманаты жобасын қазіргі таңда тұрғындар 2,5% несие деп атап кеткен. Алайда дәл осындай көрсеткіште тағы бір несиенің түрі бар. Ол жастар бағдарламасы. Аталған жоба аясында жыл басынан бері Келес ауданы бойынша 20-ға жуық азамат қаржы алып, кәсіп бастаған. Кезегін күтіп тағы 15 адам тұр. Нақтырақ тілші сюжетінде. 2,5% беріліп жатқан несиеге қол жеткізген Динара Сәрсенова 5 миллион теңге қаржы алыпты. Қазіргі таңда жүк көлігін алып тасымалдаумен айналысып жатыр екен. Жұбайы тапсырысты орындауға кеткен. Мұндай жеңілдікпен жасалған жобаға алғысымыз шексіз дейді ол. Жастар бағдарламасы шыққаннан кейін мен өзім жастар бағдарламасымен 2,5%-мен кредит алдым. Жүк тасымалдау бойынша. Қазір сол бизнесті айландырып, жолдасым сол газелді айдап, өз күнімізді көріп, не алып жатырмыз. Бірінші Алла, әйтеуір, екінші мынау жастарды қолдап отқан кәсіпкерліктерге айтарым, осын барынша қолданыңыздар, кәсіптеріңізді дөңгелетіңіздер дегім келеді. Өйткені өкіметтің беріп отқан қанша жеңілдік қой ол, мысалы, бизнес бастайым деген адамға. Біресе Қызылордаға жүк тасымалдауға кетіп жатыр, біресе Алматыға, Түркістанға. Өзін ақтап отыр ма? Өзін ақтап отыр, шүкір. Қандай да бір қиындығы жоқ па төлем барысында сіздерге? Төлем барысында ешқандай қиындығы жоқ. Жоғарыда атап өткендей, бұл несие ауыл аманаты жобасына ұқсас, айырмашылығы біреу ғана. 21 мен 35 жас аралығындағы азаматтар қарызға ақша алып кәсіп бастай алады. Жыл басынан бері 30 адам өтінім беріп, оның 15-і бизнеске бет бұрған. Дені наубайхана, кондитерлік өнімдер мен жартылай дайын тағам түрлерін өндіруді қолға алыпты. Жастар бағдарламасы бойынша 30 адамдай тапсырды құжаттарын, және олар қазір қаралымда жатыр. Ал ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 250 адам өтініштерін білдірді, және олардың 100 шақтысы несиелерін алып үлгерді деп. Айырмашылығы қандай ауыл аманаты мен екеуінің? Жастар бағдарламасы 21 жасқа толған және 35 жасқа толмаған азаматтар қатыса алады осы Келес ауданының. Ал ауыл аманаты бағдарламасына 21 жастан пенсия жасына дейінгі азаматтар қатыса алады. Екеуінің айырмашылығы сол. Қазір наубайхана, кондитерлік өнімдер және жартылай тағам түрлері, полуфаст деп айтылады. Солар бойынша тапсырылып отыр. Кәсібін дөңгелетіп отырған Динара Сәрсенованың айтуынша, қазір 1 жылдық каникул берілген. Белгіленген мерзім жеткенде айына 100 мың теңгенің айналасында несиесін төлеп отырады екен. Мейірхан Бақытжанұлы, Аман Асылбек, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.